Шерхан Мұртаза 1932 жылы Жамбыл облысы Жуалы ауданында дүниеге келген. Жамбыл қаласындағы орта мектепті бітіріп, Москва полиграфия институтына түсіп, кейін 3-ші курстан кейін Ломоносов атындағы филология факультетіне ауысып, 1955 жылы сол жақты бітіреді. Қазақтың қара сөзінің марғасқасы Шерхан Мұртазаның осы күндегі оқырманы көп. Құрметті менің білімгерлерім, бүгінгі сабақтың тақырыбы Шерхан Мұртазаның тәуекел той әңгімесін қарастырамыз. Бүгінгі сабақта біздің не білетініміз, әдеби шығарманың сюжеттік композициялық құрылымын талдау арқылы оның идеялық мазмұнын терең түсінеміз. Және бүгінгі сабақтың соңында біздің меңгеретініміз шығармадағы авторлық идеяның өмір шындығымен байланысқанын айқындаймыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы тәуекел той. Той сөзі бәрімізге мәлім, күнделікті өмірде естіп жүрген сөздердің бірі. Бірақ та тәуекел сөзі қандай мағына білдіреді, ол не екенін қазір қарастырып, зерттеп көрейік. Тәуекел жүзеге асырмақ іс-шаралардың сәтсіз болып шығуына ықтимал қауіпі, осындай қауіпке байланысты іс-шаралардың кездері, әйтеуір бір сәті болар дегенге негізделген көз жұмбай тәуекел және әбден ойластырылған сәтті болады деген сенімге негізделген нар тәуекелдерден сараланады. Яғни қазақ халқында тәуекелдің екі түрге бөлінген. Біріншісі көз жұмбай тәуекел, әйтеуір бір сәті болар, яғни тәуекел ету. Екіншісі нар тәуекел, сәтті болады, әбден ойластырған тәуекел. Осы тәуекелдің екі түрін мұқият тыңдап қарап алайық. Себебі сабақтың соңында осы сөздерге қайта оралып келеміз. Ал енді менің құрметті білімгерлерім, шығарманың сюжеттік композициялық құрылымына қарай, оның идеясын анықтап алайық. Сол үшін бірінші бізге осы шығарманың қысқаша мазмұнын тыңдап көрейік. Керімқұл өзінің Нұркен баласының үйленетін қуанышын жездесі Төрегелдіге келіп жеткізуден басталады. Бұны естіген Төрегелді, яғни тойға қанша адам шақырасың, үйде жасайсын шығарсың деген сұрақ қояды. Бұл әрине оқиғаның байланысы. Бұл сұрақты естіген Керімқұл бірден жоға 500 қонақ шақырам, аспандауға жасаймын, үйге сыймайды ғой дейді. Сол кезде Төрегелді адамдарға, яғни осынша қонаққа қаражатты қайдан алмақсың деп сұрақ қояды. Бұған да Керімқұл саспастан 500 адамның әрқайсысы 5000 теңгеден әкелсе, ана Жиенкүл қарындасымыз 3 баласы бірдей фирманың басшысы, келіні банкир, оның өзі $1000 әкелсе, Алла бұйыртса той өтеді. Мейрамхананың да барлық шығынды да жабамыз. Тіпті қалтамда да қалады дегенді, яғни алға тартады. Сонымен қойшы әйтеуір. Белгіленген күнде Аспантау мейрамханасында той басталады. Бұл әрине оқиғаның дамуы. Керімқұл әппақ костюм, әппақ көйлек, қара галстук киіп ап, барлық қонақтарын қуана елпілдеп қарсы алып жүр. Дәлірек айтқанда қонақтарын емес, қонақтарының қалтасындағы конвертін қарсы алып жүреді. Бірақ өкінішке орай ағайындарының бірі Күлә келді. Күләй қарындасы түк көрмегендей легенге арзан кәмпитпен бауырсақ өрік мейіз салып алып кепті. Ал үміт күткен нағашысы Сарыбай жүк машинасынан бір құнан қой түсіріп жатты. Оны көрген Керімқұл, ойпырмай мына қой 10 000 шығарама, шіркін ораза уақыты болған кезде одан да қымбат шығарады-ау деп бір пенде ой ойлап кетті. Сөйтіп тұрғанда жездесі Төрегелді келеді. Төрегелдіні қапсыра құшақтаған Керімқұл оның қалтасында конверттің жуан екендігін көріп қуанып кетеді. Керімқұл да, яғни кірленген конвертті қалтасына тоғытып жібереді. Мінекей, сөйтіп жалғыз Керімқұлдан басқа адамдардың конвертінің өте, яғни жұқа болғандығы, тіпті конвертсіз келгендіктері Керімқұлдың жүрегін қатты ауыртады.
сөйтіп жалғыз үміті, яғни жиен қарындасы Жеңіскүл болып тұрған еді. Сол кезде бір қайыршы бала келіп, бір керемет мырза шығар деп, бұдан ақша сұрайды ғой. Ашуланып ширығып тұрған Керімқұл «Егетшей» деп оны да қуып шығады. Сонымен шығарманың шарықтау шегіне өтейік. Шығарманың шарықтау шегінде ұзақ күткен жиен қарындасы Жеңіскүл келді ақыры. Жеңіскүл машинадан түскенде перламутр төпілие, яғни бүкіл тұла бойына тоққан әшекейінің барлығы түнгі аспанға самаладай жарық беріп, жарқыратып жібереді. Мінекей, сол кезде Жеңіскүлді көрген жаңағы нағашысы жүгіріп барып қапсыра құшақтайды ғой. Сол кезде Жеңіскүлде «Ойпырмай нағашы, қатты күткенсіз-ау деймін» деп конвертін тоқытып жібереді. Шамамыздың жеткені осы дейді. Конверт жұқалау болады. Жүрегі селт ете кеткен Керімқұл өзін өзі ішінде доллар бар шығар деп жұбатады. Сөйтіп той басталады. Бірақ өкінішке орай Жеңіскүлге сөз уақыты келгенде, яғни өзінің барлық асылын байқаған бір кезде кенет Жақыптан, яғни бриллиант танасының жоқ екендігін біліп, сол жерде асаба жігітке жабыса жөнеледі. Сен менің бриллиантымды ұрлап алдың деп. Яғни асаба оған жоламағандығын айтып, қойшы әйтеуір. Ақырында бір ауылдың үлкен анасы сенің мойныңда ештеңе болған жоқ болатын дегенді естігенде, сол жердегі Жеңіскүл мен оның айналасындағы туысқандары, әсіресе Керімқұл далаға атып шығып, барлығы той жайына қалып, жаңағы бриллиантты іздеп қоя береді. Мінекей, шығарманың шарықтау шегі. Тойдың шырқы бұзылды. Сөйтіп, оқиғаның шешіміне келейік. Барлық қонақтар бриллиантпен бай жиені Жеңіскүлмен әуре болып кеткен. Керімқұлға наразылық білдіріп, тойдан ерте кетіп қалады. Ағайындар отыра тұрсаңыздар, той әлі баста болады ғой дегенде, осы сыйыңда жетеді дейді. Сонымен бір қараса асаба жігіт келіп тұр ақшасын сұрап, енді бір қараса мейрамхананың, яғни басшылары келіп ақша сұрай бастайды. Сөйтіп Керімқұл сасқанынан барлық конверттің іштегі ең қалыңы Төрегелдінің сыйлығын ашады ғой. Сөйтсе, Төрегелді де барлық зейнеткер жездеңнің шамасы осы деп, яғни жаңағы махорка орайтын қағаздардың ішінде өңкөй ұсақ бір теңгелікпен 3 теңгеліктер салып қойыпты. Бұны көрген Керімқұл жүрегін ұстап құлап түседі. Сөйтіп, көрпесіне қарай көсілмей, даңғазалықпен той жасайын деген Керімқұлдың жағдайы осылай аяқталады. Шығарманың сюжеттік композициялық құрылымын және мағынасын ашып алдық та, енді осы шығармадағы негізгі идеяны анықтап алуымыз керек. Ол үшін біз бірінші, екінші тапсырмаға мән беруіміз керек. Тапсырмаларда үзінді берілген, сол үзінді арқылы біз идеясын анықтаймыз. Үйге кім сыяды? Мен 500 адам шақырамын. Бірақ ақшаны қайдан табасын? Әлде баяғы Есенбайдың Қыршынды тауынан тығып кеткен алтынын тауып алдым ба деп Төкен күйіне басады. Ой, Төкең-ай деп Керімқұл сасырдың саяуындай қолын бірақ сілтеді. 500 адам әрқайсысы ең құрғанда 5000-нан теңге әкелгенде қайта менің есебім бойынша ресторанның төлемінен артылып, өз қалтамда қалады. Екінші өзіндіміз ата дәстүрін білмеген албастылар, деді ішінен Керімқұл. Қай қазақ бұрын тойға гүл ұстап келуші еді? Гүл дегенің кәдімгі шөп емес пе? Аш сиыр болса да мұндайды жемейді дейді. Осыларды да бауыр дейді, жанашыр дейді-ау деп күйінді Керімқұл. Аттан әлет саудагер, жұмыртқадан жүн қырыққан иттер, бұларды туысқан деп несіне шақырдым. Бүкіл шығарманың идеясы дәл осы өзінділерде тұрған сияқты. Сол үшін өзінділерді қарастырып, мұқият ойланып, дұрыс жауап беруге тырысайық.
Екінші тапсырманың жауабына қарасақ, шығарманың басты идеясы соңғы кездегі қазақи тойлардағы белең алып, асқынып кеткен мақтаншақтық, ысырапшылық, дарақылық мінездерді ащы мысқылмен әжуалай отырып, халықты ақылға, ынсапқа шақыру. Екінші тапсырмамызды орындап болсақ, балалар, үшінші тапсырмаға көшейік. Шығармадағы авторлық идеяның өмір шындығымен байланыстырыңыз. Мәтін берілген, сол мәтінді мұқият қарап, оқып, осы мәтін бойынша жұмыс жасаймыз. Екінші тапсырмамызды орындап болсақ, осы тапсырманың жауабына қарайық. Сендердің де жауаптарың дәл менікіндей болады деп ойлаймын. Жетім жесірлер тағдыры және ешкімге пайдасы жоқ даңғаза мақтаншақтық пен ысырапшылық. Екеуі де бір-біріне қарама-қарсы дүниелер. Екеуі де қазақ еліне белең алып жатқан дүниелер. Келесі тапсырманы орындауға кірісейік. Яғни үзінділер бойынша шығармадағы авторлық идеяның өмір шындығымен байланыстыру керек. Үзінді: ей жиен, тойың құтты болсын, сенен немді аяйын, тойыңа құнан қой әкелдім, қабыл ал, деп күркіреді Сарыбай. Құйрықты қазақы қой екен, Керімкөл ішінен 10 мың болып қалар деп есепке салды. Ораза кезі болса, бағасы одан да жоғары көтерілер еді. Бірақ ораза айы әлі алыста. Қонақтар тұрып қалды. Бастаймыз ба көке деп сыбырлады. Керімқұл оны танымай қалғандай бір түрлі таңдана қарап, барып лезде есін жиып: кісілер келіп болған жоқ, сен ән салып, домбыра тартып, жұртты алдаңқырай тұр, деді. Көке, өзіңіз айтқан соң 2 әншіні ерте алып келіп едім. Әрине, ақысын жемейсіз ғой. Күйіп тұрған Керімқұл: миды ашытпай қоя тұршы, деп тағы да аспанға қарады. Достарым, тапсырма түсінікті болса, орындауға кірісейік. Тапсырмамыздың жауабын сіздер де асыға күтіп отырған шығарсыздар. Жауабын қарап көрейік. Бірінші берілген үзіндіден жауабы ақ көңілділік пен соқыр дүние қоңыздық. Тапсырмамыздың екінші үзіндісінің дұрыс жауабы асабалық салты мен жанын жалдау, кісі ақысын жеу.